Қайырлы күн, мен сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте оңай панкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, мен қолдап кетіңіздер. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші жұмыртқаның үстіне қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне сүтімізді және де майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қанты еру керек. Қантымыз еріді. Енді үстіне содамызды және де ұнымызды аз-аздан қосып отырып, панкейктің массасын жасап аламыз. Достар, мына панкейктің массасы дайын, енді пісіруге кірісейік. Достар, енді пісіріп бастаймыз. Табақ құрғақ, ештеңе жақпаймыз, себебі тестада май бар. Енді құямыз. Табаны қыздырамыз да, ақырын отқа қойып қоямыз. Сол кезде панкейктеріміз әдемі болып түседі. Үстіңгі жағы 1 минут, ал астыңғы жағы жарты минуттай піседі. Үстіне қарағанда асты тезірек піседі. Осылайша барлық қамырдан пісіріп шығамыз. Сонымен біздің панкейктеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шыққан. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Мен сіздерге ортасын көрсетейін. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай толықтай піскен, жұмсақ. Сіздерге ыстықтай күйінде жеуге кеңес беремін. Бұны сгущенкамен де, қаймақпен де жесеңіздер өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ендеше сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып, мен қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше астамды болсын, сау болыңыздар.